Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bulughul Maram жалғастырамыз. 478 хадистен. وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. Ибн Омардан келеді. Ол айтып жатыр, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Абу Бакр және Омар барлығы айт намазын хутбаға дейін оқитын еді дейді. Көрдіңдер ма? Бұхари Муслимде келген. Бізде негізі жұма намазы қалай істелінеді? Жұма намазында бірінші адам несін оқиды? Хутбаны оқиды, дұрыс па? Хутбаны оқиды. Екі рет, бір рет отырады, қайтып тұрады, хутба жасайды. Одан кейін адамдар тұрып барлығы айт намазы, жұманы оқиды. Ал айт намазында бірінші намаз оқып алады, сосын барып хутба істейді адам. Көрдіңдер ма? Мына Ибн Омар деген кімді айтып жатыр? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Одан кейін кім халиф болды? Абу Бакр болды. Абу Бакрден кім халиф болды? Омар болды. Барлығы намаздан кейін барып хутба істейтін еді. Бірінші намаз оқылатын еді, сосын барып. Жұма намазы сияқты емес, айт намазында басқаша. Келесі وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين ولا بعدها أخرجه السبعة. Ибн Аббастан келеді, радиаллаху анхума, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айт намазын 2 ракаттан оқитын еді. 2 ракат оқып, оның алдында да, онан кейінде де намаз оқымайтын еді. Түсіндіңдер ма? Мысалы, келдің мешітке, сосын барып отырып алып, нені қайтарып, нәпілді оқи бермейсің. Мешітке сәлем намазын оқысаң бол, жарайды. Сосын отырасың, такбирлеріңді айтасың. Қандай сүннеттер бар? Айт намазына барған кезде қандай сүннеттер білесіңдер? Сендер сөйлеңдерші бұл. Айт намазы жайлы қандай сүннеттер білесіңдер? Неше рет? Ол намаздың үстінде, ол намазды бастаған кезде имам айтады, сосын арттарынан сендер тұрып намаз оқығанда 7 рет. Жалпы такбираттар, такбирлерді істеу. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд сөздерін қайта айту. Сосын қандай сүннеттер білесің? Мешітке барған кезде бір жолмен барасыңдар, ал оралған кезде басқа бір жолмен оралу сүннет тоже. Мешітке жаяу бару сүннет. Үйіңнен мешітке дейін жаяу бару. Такбирлерін істеп. Мысалы, ол құрбан істейтін айт болса, құрбандық айты. Онда мешітке тамақ ішпей бару сүннеттен. Сосын барып соясың, мал сойғаннан кейін ең бірінші жеген өзіңнің сойған малыңнан ет жейсің, сол сүннеттен. Ал ораза айтында сен бір ай бойы ораза ұстадың, шаршадың, дұрыс па? Сен қайтып тамақ ішпей барсаң, ол не? Ешқандай праздник сезілмейді. Сондықтан не болу керек? Адам шаршады бір ай бойы құлшылықта. Ол күні тамақ жеп барған намазға ол не сүннет? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрма жеп барған еді, құрмасын жеп баратын еді. Тағы қандай сүннеттер білесіңдер? Айт намазына жуынама адам? Ғұсыл алады. Ол жұма сияқты ғой. Адамдар көп жиналған жерде ғұсыл алу керек болады. Мысалы, ғұсыл неліктен ол деген парыз болды жұма намазында, білесіңдер ма? Бір күні Айша анамыз мешітте адамдардың кірген иістерінен қатты жеткен еді. Айтады, я Расулалла дейді, мынау адамдар жуынып келсе жақсы болар еді дейді, намазға. Өйткені олар ыстық суқыр уақытында, мысалы, адамдар жұмысынан келеді, жаңа ғана жұмыс істеп келген, үсті басы тер, иіс шығады. Сосын мешіттің бәрі иіс болып тұрады да. Қазіргідей бүкіл жерде кондиционер жоқ, ол жерге қайында ыстық болады. Сондықтан адамдарға не бұйырған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Жиналған кезде, мысалы, жуынып келсең, жұмысынан. Сол сияқты мынау да айт намазы, жиналып бірге оқылатын намаз, жуынып барсаң, тоже сүннет. Мисуак істетсең жақсы, тісіңді.
Жақсы, так. Келесі хадисіміз وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз, жаңағы айт намаздарын азансыз, иқамасыз оқитын болған. Жай тұра салатын имам тұрады да, Аллаху акбар деп бастап кетеді айт намаздарын. Оған не қылмайды, азан шақырылмайды. Ол бес уақыт намаз емес, ол қамат шақырылмайды. Түсіндіңдер ма? келесі وعن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. Абу Саид аль-Худриден хадис келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айт намазының алдында ештеңе оқымайтын еді дейді. Бірақ үйіне оралған кезде екі ракат оқитын еді. Үйінде, көрдіңдер ма? Жақсы иснатпен келген Ибн Мажа. Мешітте емес, үйіңе оралғаннан кейін оқу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сияқты вот сүннет болады істесең. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه. Бұл хадис Бұхари Муслим деген Абу Саид аль-Худриден сахабиден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айт күндері айт намаздарына өздерінің намаз оқитын жеріне баратын еді дейді. Мұсалла дегеніміз ол мешіт емес. Қазіргі кезде бәрі айтты қай жерде оқылады? Мешітте оқимыз, дұрыс па? Мешітте. Бұрын адамдар көп қой айтта баратын, ол жерге бәрі шығады. Әйелдерге дейін, кішкентай бәрі балаға дейін, тіпті үйінде отыратын әйелдерге дейін шығатын болған. Сол сүю үшін далада оқитын болған олар, ашық жерде оқитын болған. Сол жерге баратын еді дейді. Содан кейін намазын оқитын еді. Одан кейін адамдарға бұрылып уағыз айтатын еді. Олар не сап-сап болып отыратын еді дейді. Адамдар сап-сап болып тұратын еді. Хутбасын оқып, одан кейін барып адамдарға не кеңес, жаңағы әмірлерін беретін болған. Былай істе деп адамдарға айтатын болған. Міне бағанағы біз айттық қой такбираттар жайлы. عن عمرو بن شعيب عن أبيه وعن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخر. Такбираттардың сандары намазға кірген кезде бүйтеді имам. Аллаху акбар деп 7 рет айтады. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху 7 рет. Бірінші ракатта содан кейін барып фатихасын оқиды, рукуға барады. Фатихадан кейін бір сүре оқиды. Сосын барып рукуғын барады, сәждесін істеп болады. Екінші ракатқа тұрған кезде 5 рет такбир ететін еді. Одан кейін والقراءة بعدها كلتيهما. Екі ракаттада Құраннан оқитын еді. Қандай сүрелер оқитын еді, естеріңде бар ма? Айт намаздарында қандай сүрелер оқылатын еді? Қараңдар, астында келді. عن أبي واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر. Екі нелерінде айт намазын және де құрбан намазында Қоф сүресін оқиды. Қоф вал-Құр'анил мәжид. Және иқтарабат деген Қамар сүресін. Иқтарабат ис-саъа шаққал Қамар. Қамар сүресін оқитын дейді. Қоф Қамарларды сендер де оқып тұрсаңдар болады егер де. Үйлерінде мысалы кейбір кезде болады ғой. Мысалы Алланың қалауымен шыға алмай қалдың мешітте. Бір сахабиден келеді. Сондай шықпаған кезде үйінде семьясы үлкен еді, оның жанұясы. Адамдар жинап өзі оқитын еді. Негізі бірақ шығу керек қой. Ол не? Қандай фардул кифая, фардул айн емес. Фардул айн деген бүкіл адам істеу керек. Әрбір адам. Фардул кифая деген бір қатар, бір топ мұсылман егер соны барып мешітке барып оқса, қалғандарының мойнынан түседі. Міндетті түрде бару деген жоқ. Барсаң жақсы, бірақ біреулер барып сен барамасаң, мысалы себептермен сен мойнынан түседі ол. Фардул кифая дейді соны.
وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد قال في الطريق آمنه. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына мешітке барған кезде дейді намазға бір жолмен барып бір екінші жолмен келетін еді дейді. Әртүрлі жолмен баратын еді ма бір рет мысалы оң жағымен барсаң үйіңе оралып жатқан кезде мешіттің сол жағымен бүйтіп айналып барасың дейді. Дәл сол жолмен қайтпайсың, басқа жолмен. Сені жаңағы намазыңды істеп жатқанға жаңағы әртүрлі мақлұқтар көреді сені. Ертең қиямет күні солар саған не қылады? Шахид болады. Мынау намазға қатысты деген сияқты да әрбір зат далада не көреді сені? Тасы, жаны бар, жаны жоқ заттар, тау, тас, жер. Bir жермен барасың, екінші жағымен қайтасың. Енді мынау не жайлы айтатын болсақ, намаз жайлы да. Бұрындары мына Мединаның тұратын адамдары исламға дейін басқа бір айттар болатын болған өзінің праздниктері. Соны Алла Тағала оларға ауыстырып берген. Сол жахилиеттің праздниктерін мұсылмандардың праздниктеріне. Мына хадисте келетін дейді, Анастан келген. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. Олардың екі күндері бар дейді. Сондай қуанып, ойнайтын күндері болатын еді дейді. فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منه. Алла Тағала сендердің осы күндеріңді бұрынғы сендердің айт істеп берген басқа екі күнмен не алып бер дейді, өзгертіп бер дейді, басқа ауыстырып бер дейді. Мынау сендердің жахилияттың айттарын ислами дұрыс неге праздникке. Ол яумул атха құрбандық соятын, және де яумул фитр. Қазіргі кезде де адамдар не алмау керек, басқа айттарды мысалы өзіне айт алып алмау керек. Құдайын Хэллоуин дейма сондайға дейін субханалла адамдардың еріккен ереді. Сол жаңағы западный нелерге, шығыс батыстың нелеріне, праздниктеріне. Тіпті ол шайтандардың празднигі да негізі. Әртүрлі денелерін бояп, бетін бояп, қорқытып, соны да праздник санайды да, субханалла. Ол барлығы не? Осы біздің исламда не екі праздниктен басқа ешқандай праздник жоқ. Тіпті өзіңнің туған күніңді де істемейсің. Егер сода хайыр болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің туған күнін істейтін еді. Ол затта жақсылық болса, адамдар жиналып, зікір етіп, мысалы, адам тойдырып та, адамдарға не болсын деп, сауап болсын деп. Бірақ істеген жоқ қой. Пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи вассалам өзіне алмаған. Абу Бәкір, Омар, Осман ешкім істеген жоқ, Али. Одан кейін көп жаманнан өткеннен кейін барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәулид күні, соның туған күні деп нешінші? Апрельдің ба нешесіне? 12 Рабиул ауал 12-сіне не қылады? Соны отмечать етеді. Ақиқатында ол күні пайғамбарымыз қайтыс болған күні ол деген. Олар оны туған күні деп ойласа, ол күні пайғамбарымыз қайтыс болған күні, соңында тойлап жатқан заты ол пайғамбарымыз өлген күнін тойлап жатыр олар. Өйткені туған күнінде хилаф көп, қай күні именно туылған. А вот қайтыс болғанда 12-сіне деп айтады да, 12-ші. Соны не істейді? Тойлайды. Бидағат қой, ол бидағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам істемесе, сахабалар істемесе, олар деген жақсылыққа ең жақын адамдар емес па? Сода жақсылық болған кезде олар бірінші істейтін еді сол затты. Біз пайғамбарымызға салауат істейміз, Алланы зікір етеміз, не жамандық бар деп қояды. Пайғамбарды сен, саллаллаху алейхи вассалам, әрдайым зікір ет. Тек қана сол күні ғана емес. Күнде істеу керек. Келесі, وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج
иля иди машиян. Мана айтқандай Алиден келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сүннетінен айтқа жаяу шығу дейді, жаяу. Мысалы айтайық, үйің мен мешіттің арасында 2 километр. 2000 қадам ғой. Көп емес ол деген 2 километр. Көп кетсе бір 10 минуттен кетер. Машинаңа отырып алып, зып етіп 2 минутта барғанша жүріп қайт. Сүннет істе. Тем более ол жерде барған кезде машинамен, очередь даланың бәрі толып кеткен, әркім машинасымен жүре алмай, шыға алмай. Сол уақытта сен осы жүріп жаяу бар. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. Bir күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айт күнінде жаңбыр кетті дейді, жаңбыр жауды дейді. Сол үшін мешітте оқыды дейді. Бірақ бұл хадис Абу Дауд даиф иснадымен әкелген жолдары, хадисте әкелген жолдары иснад әлсіз. Біз айттық қой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қай жерде оқыған дейді. Сыртта ашық жерде, мына жерде мешітте оқыды деп келген. Айттың қай жерде оқыған? Ашық жерде оқыған. Бірақ иншалла жетіп қалар. Мына жерде басқа хадистер уже айтқа байланысты емес та. Балаларда бірнеше бала кірді. Соңғы тақырып. استغلال من استفال استغلال من Истиғлал мен истифал. Менің даусым жақсы естіліп тұр ма? Жігіттер? يا غي Тұрған жоқ қой әйтеуір, иә. Сендерге сұрақ, барлықтарына сұрақ. Сипаттар алдында көп адамдар жауап бере алмады, көп адамдар білмеді, сосын барып жақсылап бір ұрысып алдым сендерге, сосын дұрыстап түсіндірдім. Естерінде қалды ма қалмады ма, содан кейін көрейік ал. Біреулер істеді ма, нәтиже шығарды ма осы сөздерінен сол қызы, әлде сол қалды ма қайғандай, дәптерлерге жазып мысалы. Сипаттар нешеге бөлінеді, айтыңдар. Әлде тағы да ұрысып алу керек па бір? صفاتن بارما в общем Сұрақтың несін түсіндірейін. Сұрақтың сипаттар өзі нешеге бөлінеді? Екіге. Қандай мәде? Қандай мәде? Қарама қарсы және қарама қарсы емес. Олай емес, қарама қарсы және қарама қарсы емес, ол қарама қарсы бар деп айтады. қарамарсы жоқ, қарамарсы бар. Қарама қарсы жоқ деген, ол бар жоқ деген айту керексің. Қарама қарсы барлар нешеу саны? Нешеу саны қарама қарсы бар сипаттар? Ода ағай 11. 11. 11 ол жерде. Қарама қарсы жоқ сипаттар нешеу? 7. Нешеу қарама қарсы жоқ сипаттардан қандайларын білесіңдер? қарама қарсы хамс. Қалқала. Хамстың жағы деген қарама қарсы бар. Қалқала бір, сосын қандай бір? Лейн. Лейн әріптері, сосын лейнді сендерге түсіндірмей қойған шығармын. Сафирді айттым мен. Сафир деген ысқырып шығатын әріптер. Ысқырылып шығады. Қандай әріптер ысқырылып шығады? Фасин. Син соды. Әз. Сосын ышылдап шығатын әріптер дедік. Ышылдап тәфәшши деген сипаты бар. Қандай әріп бұл? Бір-ақ әріп өзі. Шин әріп ол. Әш-шин әріпі. Сонымен біз алған сипаттар қалқала алдық, қарама қарсы. Сафир алдық, ысқырылып шығатын. Ышылдап шығатын. Тәфәшши алдық. Лейнді түсіндірмеген сияқтым сендерге. Лейнді түсіндірдім бәлі. Лейн деген өзі жұмсақтық деген сөзді білдіреді. Лейн дегеніміз оңайлық деген. Жұмсамыз оңайлық. Бұны шыққан кезде адам оңайлап шығару керек та, қиналмай.
Мысалы айтайық, лин әріптері олар екеу ақ. Я әрпі сукунмен және уау әрпі сукунмен. Алдындағы әріп, оның алдында қандай любой әріп болсын, мим болсын, жим болсын, любой фатхамен болады. Мәу, мәй. Мәд әріптері нешеу бізде мәд әріптері созылатын? үшеу. Қандай? Вау, я, алиф. Алиф, вау, я. Мына жерде лин әрпінде алиф жоқ. Міне алиф жоқ. Тек қана вау мен я. Обязательно сукун бар. Мысалы, мәд әріптерінде кәсірадан кейін я келеді, немесе доммадан кейін вау келеді ғой. Бұл жерде ондай жоқ. Кәсірада домма жоқ. Тек қана фатха. Мәу, мәй, жау, жай, ләу, ләй, нау, нәй. Лин әріптері екеу сонымен. Сосын оқыған кезде қалай оқу керек? Бисухулатин. Бисухула деген оңайлықпен шығару керек. Мысалы айтайық, хауф деген сөз. Мына вау сукунмен, хо фатхамен деген хауф. Сайф деген сөз. Я сукунмен, алдында фатхамен. Сайф, хауф, бейт. Я сукунмен, алдында фатха. Тағы қандай сөздер? Құрайш. Ли-илафи Құрайш сүресін білесің ғой? Осы бүкіл нелер лин әріптерге бітеді. Құрайш, ра, фатхамен, я сукунмен. Ли-илафи Құрайш. Оңайлықпен шықты. Қалай айтқан жоқпын мен? Құрайш деген жоқпын. Кейбіреулер балалар сөйтіп оқиды, Құрайш деп оқиды. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. صيف деп оқымайсыңдар да. فليعبدوا رب هذا البيت. بيت деп оқымайсыңдар. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Осы оңай осылай шыққанда, осы нәрсе лин әріптері деп айтады, түсіндіңдер ма? Лин әріптері екеу. Түсінікті ма жігіттер? Оған мысал Құрайш сүресінің бүкіл соңғы аяттары, Құрайш сүресінің бүкіл соңғы аяттары. Бұл бізде қарама-қарсы жоқ сипат. Енді қарама-қарсы бар сипаттарға оралсақ, олар 5 пар, 5 пар, плюс еще бір тағы сипат келеді деді. Хамс деп бағана сен Абдурахим айтасың, ол хамстың қарама-қарсы бар ғой, жахар. Орысша айтқан кезде звонкий, глухой деген сөз. Глухой бұл хамс. Звонкийдің жахар әріптері. Одан кейін шидда мен рахав алдық. Шидда деген қаттылықта күшті күш әріптері. Рахава дейтін жұмсақтық деген рахава. Оның арасында тавассут орташа бір сипат бар. Тавассуттың әріптері лин омр әріптері. Шиддан әріптері әжид қатин бакат әріптері. Одан басқа қалған бүкіл 16 әріп ол не? Рахава әріптері. Соңғы сабақта біз истиаля мен истифал алдық. Қандай әріптер жасады истиаляға? Истиғлаға қосын доқын қыз. Қосын дес. Хусса. Қосы доқын қыз. Доқын қыз әріптері ол шит әріп. Ха, са, да, ға, та, қа, ла. Көрсеңдер бағыттар а болып бітіп жатыр. Ал басқа әріптері бә, тә, жә, лә, нә, уә, я. Бәрі қалай? Әмен бітіп жатыр. Олар жұмсақ әріптер. Истифал әріптер өте көп, 22 әріп. Истиаля әріптер жетеу-ақ. Бір-біріне қарама. Ау? Истиғал әріптер жуан шығады, ал истифал жіңішке ма? Иә, жуан жіңішке әріптер. Бүгінгі жігіттер тақырыбымыз итбақ пен инфитах әріптері. Итбақ, инфитах. Не ол итбақ дегеніміз? Итбақ деген тілдік мағынасы илсақ деген сөз. Илсақ деген жабыстыру деген сөз. Жабысу. Жабысып келеді ғой бір нәрсе, жабысу. Тілдік мағынасы. Ал инфитах дегеніміз ифтирақ деген сөз. Ол бөлек деген сөз. Тілдік мағынасын ғана айтып отырмыз жігіттер, бұл шын емес, истилахи. Біреуі жабысып, біреуі бөлек келеді. Итбақ әріптері
Sodı, dodı. To, zo. Төрт harf оңай. Жаттау оңай. Итбақ harftері төртеу. Соды, доды, то, zo. Жазылуына дейін бірдей. Тек қана нүктесі бар. Соттың үстіне нүкте қойсаң, дот болады. Тоның үстіне нүкте қойсаң, zo. Осы төрт harf. Айтады. الالتصاق طائفتي اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بالحرف حتى ينحصر الصوت بينهما. إطباق дегеніміз қазақшасын жерге түсіндірейін да. Мынау тіл бар ғой, тіл. Соның әсіресе ар жағы өседі да, дөу болып өсіп, үлкен болады да, төбедегі неге көтеріледі? Не деп айтады анау? Небаны. Таңдайға қарата көтеріліп өседі, бүйтіп жуан болады да, жуан болып. Сосын барып сол атылып шығады. Атылып шығады деген қараңдар. Байқасаңдар, бәрінде мисалдар анау келесі суретті көрсетем сендерге байқау үшін. Мына махраждың суретін ашам. Мына тіл ғой, қара. Мына жерде қара, тілдің ләмда мысалы қалай кішкентай ғана, тіл кішкентай. Енді дотты қара, мына дот әрпіне. Қара, тіл қандай болып кетті. Үлкен болып кетті, қараңдар. Қай жерге көтеріліп жатыр? Төбедегі дөу болып кетті. Сосын шыққан кезде тарс етіп шығады. Ал мынаған ро кішкентай тіл, енді қараңдар сөздерге. Тоны қараңдар, тоны қара. Тәмен дәлде міне қандай тіл, тоды қара қалай. Дөу болып ісіп кетеді да, тіл ісіп кетті да, төбеге көтеріліп. Мына сотты қара. Дәл сол бағанағыдай дөу болып кетті. Түсіндер ма? Енді бағанағы неге ораламыз? жаңа қайта қалды жаңа сөздерін Қалай? жаңа айтатқан қайта қалды. Итбақ деген сөз, міне итбақ жазып қойыңдар бүйтіп. Дұрыс айтасың, жазып қоймасаңдар ұмытып қалады. Итбақ дегеніміз илсақ деген сөз. Илсақ деген жабысып. Қара, тіл дейді, төбедегі неге таңдайға жабысып келеді дейді, көтеріледі дейді. Сосын барып сол жерден атылып шығады, сол жерден ана вода деген кезде сол екі тілмен, тілмен таңдайдың арасынан шығады дейді. Ал енді ифтирақ дегеніміз, бағана инфитах әріптері орысшасы былай жазылады, қазақша. Инфитах деген, ифтирақ деген бөлек деген сөз. Ифтирақ таифатай лисан ан халакил а'ла инда нутқи бил харф. Жабысып келмейді бағанағындай тілдің арша былай төбеге не дейді анау? Таңдайға жабысып келмейді дейді. Бөлек тұрады дейді, бөлек. Лә деген, ән дегенде тіл өзінің обычно нормальный орында орналасады да. Син, мысалы. Ағада итбақ әріптеріне төбеге жабысып келеді. Мына мынау жабысып келеді, мынау бөлек келеді. Түсіндіңдер ма? Инфитах деген бөлек келеді. Итбақта қалай бөлек керек та. Қандай әріптер? Соды, доды, тозы, қалған 25 әріптің бәрі олар инфитах. Сонымен инфитах әріптер өте көп. Инфитах әріптер өте көп. Енді мен сендерге бір әріп айтайын, сендер маған айтыңдар соның сипаттарын. Мысалы айтайық, буква зә әріпі, зә әріпі міне. Қандай сипаттарын білесіңдер? Ысқырылып шыға ма? Ысқырылып? Жоқ. Неге жоқ? Син, сод, зә әріптері үшеуі сафир сипаты деп бағана айттық қой, міне сафир. Ысқырып шығады. Оның ол ағарсы жоқ сипаттардан шығады. Қалқала жата ма? Жоқ, қалқала жатпайды. Лейн әріп жатпайды, ол мен я емес ол.
шин әрпі жататындай тәфәшши емес ол ышылдап жатады. Тек қана мынау қарама қарсы жоқ сипаттардан сафир жатады. Так, енді қарама қарсы бар сипаттардан ол екеуінің бірі немесе хамс болады, немесе жахр болады. Екеуіне бірдей жатпайды. Сонымен зә әрпі қай жаққа жатады? Фахасаху шахсун сакатта бар ма зә? Жоқ. Значит, ол жахр. Түсіндіңдер ма? Наяқта болмаса, ол наяқта, значит. Шидда мен рахава қайсында? Лен омардың ішінде бар ма зә? Жоқ. Әжет қотин бакаттың арасында бар ма зә? Жоқ. Значит, ол қандай әріп? Рахава әріптері. Истиғла мен истифал алдындағы тақырып. Хуссо доғдың қиздың арасында бар ма зә әрпі? Жоқ. Значит, ол қандай әріп? Истифал әрпі. Итбақ пен инфитақ бүгінгі тақырып. Сод, дот, тофо бар ма арасында зә? Жоқ. Значит, ол қандай? Инфитах әрпі. Түсіндіңдер ма? Осылай методом исключения біреуінде болмаса, значит, ол екіншісіне обязательно. Екі жақта бірдей бола алмайды әріп. Енді сендерге мысал берейін кімге? Мадиға берейін бір пример. Мади, дот әрпін алшы, дот. Дот әрпі қандай сипаттары бар? Қалқала жата ма? Жоқ. Біздің өткен сипаттардан сафир жатпайды, лин жатпайды, біздің өткен сипаттардан тәфәши жатпайды. Хамс пен жахр қайсысы болады? Фахасаху шахсун сакат. Жоқ мына жерде дот. Значит, қандай ол? Жахр. Жахр болады. Шиддада, әжет қотин бакатта, немесе лин омарда жоқ. Значит, ол қандай? Дот. Рахава. Истиаля. Хусса доғтин қиғ. Доғтин, дот бар неқта. Значит, ол қандай? Истиғла. Сипаты. Бүгінгі итбақ пен инфитақтың қайсына жатады? Тіл көтеріліп отыр ма төбеге? Жабысып төбедегі неге? Инфитахқа жатады. Жоқ, міне соды, доды, тозы, дот бар арасында. Итбаққа жатады. Инфаққа. Осылай методом исключения осылай не аламыз. Келесі сабақта иншалла изақ пен исмат сипаттарын аламыз. Және де мына жерде бірлік сипаттардан иститоля мен такрир, инхироф үш сипат аламыз бірдей. Сонымен бітіреміз иншалла сипаттардың бәрін. Сабақ түсінікті болды ма бүгінге? Иә, ағай. Иә. Біреулер жазып алды деп ойлаймын сендер. Жазбасаңдар ұмытып қаласыңдар. Жақсы, давай. Ассаламу алейкум. Алейкум салам.